Саламатсыздар ма? Диди Крочет каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай табанды қалай жасауға болатынын көрсетемін. Ол үшін бізге не керек? Осындай термостелки мінекей. Көрдіңіздер ма? Менде 38 размер. Мұнда міне 41 размерге дейін келеді. Мен бұны неден сатып алғанмын? Фикс прайстан. Енді осыған осындай табан қалай жапсырсақ болады? Оған міне осындай мен ескі сумканы алдым. Көріп тұрғандарыңыздай. Соған мына табанды аламын да, осылайынан қойып, жақсылап сызып, осылайынан сызып, кесіп ойып аламын да. Мінекей мен өзімдікін ойып алдым. Енді осыны супер клей немесе басқа да ыстық клей болады ғой, сондаймен жабыстыруға болады. Мінекей алып, аны жабыстырып жақсылап шығамын. Мына клейді аккуратно сразу жабыстырмасаңыздар, негізі клей қатып қалады. Мінекей мен өзімнің табанымды жабыстырып бітірдім. Мінекей осындай болып шықты. Бұндай табанды неге қолдануға болады? Бұлар өте жаңағы төзімді болып келеді. Ұзаққа, яғни обычный тоқылған табанға қарағанда, осы табанды мысалға тоқып киетін болсақ, бұл ұзаққа жарайды. Табан жаңа жыртылып кетпейді деген сияқты. Жылы кез келген жаңағыдай носки бірдемсе, мысалға мен осыдан жылы жаңағыдай қалың носки сияқты сондай тоқиын деп жатырмын. Сол себепті маған керек. Мен өзіме осындай қылып жасап алдым. Сіздер де осылай жасап алсаңыздар болады. Ақша бойынша өте тиімді. Мысалға мынау стелки мен где-то бір 350 теңгеге сатып алған болсам, мынау менің ескі сөмкем. Мысалға клейді бір где-то 100-150 теңгеге аласың и жабыстырып алсаң болады. Немесе дайынын алсаңыздар да болады. Мен мына жақта дайынын сатып алу үшін почтамен біраз жер заказ беруім керек. Сол себепті осылай өзім жасап алайын деп шештім. Ұнап жатса, көңілдеріңізден шығып жатса, комментария жаза кетіңіздер. Сіздер де жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деп ойлаймын.